Bismillah. Так, мына қосылды. Бетті білесіз ғой. 25. نبذ مختصرة عن دواوين السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وتقوى وإخلاصا يا رب العالمين. وبعد، ولا بد أخي طالب العلم أن تقف في دراستك على نبذ مختصرة عن دواوين السنة مثل الكتب الستة. бауырым деп бұл кісі енді автор айтып жатыр. Сен жаңа осы дәріс барысында сүннеттің, жалпы сүннеттер жинақталды ғой. Сунан деген бар, сосын жамиъ деген бар, сосын муснад деген бар, муатта деген бар. Бұлардың әрқайсының өзінің мағынасы бар. Осы жайында білуің керек дейді. Мысалы, жаңа күтүб ситта деген кезде не түсініледі, не айтылады соларды. Уәл муатта лил имами Малик. Осы имам Маликтің муаттасы бар. Муснад имам Ахмад рахимахуллах. Имам Ахмадтың муснады бар рахимахумуллаху та'ала. Ва нa'ни бил кутуби ситтати. Кутуби ситта дегендегі мақсатымыз ас-сахихайн. Бухари, Муслим. Екі сахих. وقد مر الإشارة إليهما. біз Бухари мен Муслимге ишара беріп кеттік алдағы дәрістерде. және وسننه مفعول به نعني سنن أبي داود. أبو داودтың سننه. وجامع الترمذي. және имам ترمذيдің جامعة. وسنن النسائي. имам نسائидің سننه бар. وسنن ابن ماجه. мына жерде мажа деп тамаррута қойып қойған ғой. негізі والمعتمد дұрысы тамаррута емес ха. Бұны шейх Адхам Асими келтіреді. Өзі айтады осы дәрістің барысында. Бұны кімнен не алады ол кісі? Абдул Фаттах Абу Ғудда бар ғой, рахимахулла. Сол кісі осылай хамен уасыл болсын, немесе тоқтаған кезінде болсын, хамен тамаррута емес. түсінді ме? Тамаррута деушілер ол қате деп айтады. сондықтан сунану ибн Маджа. والمقصود بكتب السنن. سنن كتابتنا مقصد не ол? هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية. فقهي баптарға қарай тәртіп түзілген. Мысалы, фиқта бірінші неден басталады? Тахара, намаз, солай кетеді ғой. Сунан дегеніміз сол тәртіппен кетеді. түсінді ме? Мысалы, бірінші иман деген иманнан бастайды. Екінші тахара, уассала, зака деген сияқты осылай кете берді. Міне. من الإيمان إيمان نمسات والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها. كتاب رده. وأكثر ما فيها المرفوع. сол сунандағы көп хадистердің көпшілігі марфу тарау. Марфу біз айтып кеттік алдын, марфу деген сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға көтерілсе, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзі болса ол марфу болады. Ал егер ол пайғамбардың сөзі емес, сахабидің сөзінен барып тоқтаса ол не болады? Жоқ, мақту болады. Иә. Ал кімнің табиғиндік болса мауқуф болады. Дұрыс қой, иә? Осылай. وَلَيْسَ فِيهَا. ол алла, елеме шатастың ба? Алдын айтып кеттім ғой. Айттың ба? Осы жақта келді ғой, дұрыс па? Кітапта жазылған беді, елемен қосымша айттың ба? Мауқуф солай сіздің айтқан сияқты. Дұрыс. Мауқуф сахабидің сөзі, дұрыс айтасыз. Мен шатастым. Мауқуф. Қайда келген еді? Кітапта келмеді, негіз былай айтып кеттім мен, дұрыс. Мауқуф бұл Аллаху алим сахабидің сөзіне тоқталады. Хорошо, ол несі жарас жеңіл ғой. وَلَيْسَ فِيهَا. сол сунанда إلا القليل النادر من الموقوف. موقوفتар өте аз. Сунанда өте аз келеді. Сунanu Аби Дауд. Абу Даудтың сунаны.
ومصنفها أبو داود أفتركم هو أبو داود سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى. وقد اختص كتابه هذا وكسنا كتابه خاص مخصوص بأحاديث الأحكام تقنا حكم حديث ترمين غنا سومن شكلген بكسب ولم يضع فيه والكتابنا كتب الزهد жаңағы tasavvufқа байланысты нәпсін тәрбиелеу деген сияқты وفضائل الأعمال осыны мүлдем кітабына кіргізбеген. Түсінікті, иә? قال رحمه الله تعالى бұл имам Абу Дауд өзінің рисаласы бар. Рисалатун иля ахли Макка деген рисаласы бар. Сол рисаласында өзінің жаңағы кітабы жайында ше, Сунан Абу Дауд соның ішіндегі терминдарды, өзінің мұсталахтарын бәрін түсіндіреді осы кітабында. Кішкентай рисала, кітапша. Фи васфи сунанхи, өзінің сүннетін сипаттап айтады сол кітабында. Сол жаңағы 24-ші бетінде айтады: "Ва иннама лам усанниф фи китаби сунан", сол сунан кітабында мен илля ал-ахкам, тек қана үкім хадистерді ғана жинақтадым. "Ва лам усанниф кутуба зухд", зухд несін кіргізбедім. "Ва фадаил ал-а'мал", осында ва гайраха, осы сияқты басқа нәрселерді кіргізбедім дейді. Тек қана үкімдер. "Ва китабуху ас-сунан", осы китабу сунаны мин дауауини ал-ислам аллати ла юстагна анха. Бұл былайша айтқан кезде өте қажетті кітаптардың бірі. Илля аннаху алайда деп мағына береміз. Лам яштарит фиха сиххата. Бірақ оған тек қана сахих хадистерді жинаймын деп ол кісі шарт қылмаған өзіне. Бәлкім бәл фиха ас-сахиху, бәлкім ода сахих бар, уал хасану уас салих, және салих бар. Салих дегенде шейх Адхам түсіндіреді. Салих дегеніміз яшмал сахих уал хасан уал даиф, яғни кішкентай жаңағы қатты даиф еместерді де салих деген сөз қамтиды. Түсіндің ме? Уал даиф, яғни даифты да қамтиды, уал мункар, және мункар хадистерді де сол несінде сунанда келеді. Уалам яштарит ал-истиаба фи зикри ахадифил баб. Және ол кісі мысалы намаз бабында хадистерді келтіре ма? Бүкіл намазға қатысты бүкіл хадистерді полный истиаб, полный қамтыған жоқ ол кісі. Яғни мысалы басқа авторлар, басқа мухаддистер намазға қатысты бүкіл хадистерді жинайды ғой, сахих, хасан, бәрін жинайды. Бұл сондай емес. Главный айтыр, бір мақсатты намазға қатысты бір қаймағын берсем болды деп айтады. Тіпті кейде 1, 2, 3, 4 қана хадиспен шектелуі мүмкін. Түсіндің ме? Айтады міне: "Ва иннама тақрибул манфаати бихи". Тек сол пайда келтірсе болды, сол баптың несін главный өзегін ашса болды дейді. "Ва қад юридул хадис ал-вахид", кейде ол кісі бір хадистің өзін мен акферу мин ваджи, көптеген жан-жақтан алып келеді ол кісі. Әртүрлі түрлімен. Не себепті? Лизиядатин фи матн, мәтінде жаңағы бір артықшылық болуы мүмкін, мәтінде бір зияда артық болуы мүмкін, ау санат, немесе санадында бір кісілер маңызды бір адам болуы мүмкін. Түсіндің ме? Санатта зияда болуы мүмкін. وقد يتكلم على بعض الأحاديث. Сол имам Абу Дауд өзінің жаңағы кітабында кейбір хадистерге илласын айта кетеді. И'лал деген, яғни илланы, сол хадистің илласын айтып кетеді. وذكر الاختلاف فيها على رواتها. Және сол өзіне келтірген рауилар бар ғой. Сол рауиларда кейбір мухаддистер осылардың ихтилаф қылған. Ол добит па, добит емес па деген сондықта тоже келтіріп кетеді өзінің несінде. وقد فصل الكلام على سننه. ол өзінің сол сунанында фи рисалатихи иля ахли Макка. Жаңағы өзім айттым ғой, рисала ахли Макка. Сол рисаласында, сол кішкентай кітапшасында сол сунанын ашықтап түсіндірген. Сол рисала кітабы, кішкентай кітабы, хия нафиатун жиддан, өте пайдалы кітап. Фарахималлаху та'ала рахматан васиа. Алла рахымынан алсын дейді. Түсінікті ма? Енді ары қарай Жамиъ Тирмизи, имам Тирмизидің Жамиъ. Мусаннифуху хуа Абу Иса Мухаммад ибн Иса ибн Саурата ибн Муса ибн Даххак ас-Сулами ал-Буғи. Тирмизи дегеннің қасында, Тирмизи деген бір жердің аты ғой. Буға дегенде бір жер бар, соған ниспа қылынған ад-Дарир. والاسم الصحيح لكتابه
өзінің жаңағы кітабының аты, яғни дұрыс атауы كما قرأته على طرة إحدى النسخ المخطوطة المعتمدة لجامعه الجامع الكبير. Бұл кісінің кітабының аты негізі الجامع الكبير. Бірақ та бұны көпшілігі الجامع الصحيح деп кеткен. Сөйтіп осымен танымал болып кеткен. Жамиъ الصحيح десе, бұл кісі типа ішінде бәрі сахих деп түсініледі да бұл атаудан. Енді білмеймін, кейбіреулер не үшін бұлай атағанын, бірақ осы атпен танымал болып кеткен. Бірақ негізгі бұл кісінің жаңағы тахқиқ қылған кездегі кітабының аты الجامع الكبير. түсінікті ме? وأطلق بعضهم عليه, кейбіреулері тәжауузан, жаңағы тәжаууз ретінде, тәжаууз дегеніміз қатты тахқиқ қылмай айта салған, оған الجامع الصحيح деп айта салған. Сөйтіп фаштахара бихи, сол есіммен танылып кеткен. Атак негізі ол кісінің кітабының шынайы есімі الجامع الكبير. وإلا ففيه, сол кітаптың الجامع الكبيرда имам Абу Дауд, имам Тирмизидің сол бір кітабында جملة من الضعيف, ضعифтар бар ішінде. والمنكر, منكر хадистер бар, منكر хадистер келеді алдағы уақытта. والموضوع, موضوعтың да тош анықтам. موضوع хадис білесіз ғой, тоқылған хадистер. مما يدفع بإطلاق الصحة عليه. Сондықтан, яғни موضوع ол кісінің несінде, кітабында موضوع хадистер де бар. Иә, өте аз саны. Енді موضوع хадистер бар кітапқа қалай сен صحيح деп айтасың? Айтылмайды да ол. والترمذي, имам Тирмизи рахимахуллах, تلميذ الإمام البخاري, имам Бухарин шәкірті رحمهم الله تعالى. وخريجه في هذه الصنعة, осы ненің, осы сала, яғни хадис саласының шәкірті. Я وكثير ما ينقل عنه, көп жағдайда сол имам Бухаридан нақыл қылады, алып келеді. في جامعه, өзінің кітабында جامع الكبيرінде عند الكلام على أحوال الرواة, риуаяттардың ахуалын сөйлеген кезде сол имам кімнен келтіреді? Имам Бухаридан келтіреді. وسماعاتهم, сол өзінің естігендерін, وعلل أحاديثهم, және хадистерінің иллаларын келтірген кезде имам Бухаридан не қылады? Нақыл қылады екен. وجامعه هذا, осы جامع يخالف سنن أبي داود, Абу Даудтың сунанынан өзгеше мұхалафа қылады. Мұхалафа қай тұстарында? Фи ирадихи, бұл кісі имам Тирмизи абуабу зухд, өзінің кітабында зухд бабын, фадаил ал-амал келтіреді бұл кісі. Ал неде келтірмейтін еді? Аллати лам юридха Абу Дауд, Абу Дауд оны келтірген жоқ өзінің сунанында. Уахуа, бұл кісінің кітабы китабун жамия, сондай жамия, азимул фаида, пайдасы өте көп. Жамаа фихи, ол кісі ол кітабында жинайды байна риуаят ал-хадис, жаңағы хадис риуаяттарын жинайды. Уа дираятахи, және дираясында қоса жинайды. Уа илалихи, және хадистің иллаларын жинайды. Уа ахуали риджали, адам, жаңағы рижал кісілердің сол тізбектегі рауилардың халдерін, ضابط емес, عادل емес деген сияқты. Уа мазахиби ахли ал-илм фи абуаби ал-фиқх, және ол кісі сол мазхаб фиқх баптарындағы мазхаб ғұламаларының мазхабтарын тоже келтіреді. Яғни әртүрлі мазхаб иелерінің де пәтуаларын келтіреді сол несіне. Илля аннаху алайда иттахуда ли нафсихи фи китабихи хаза, өзінің осы кітабында ол кісі мынандай жолды ұстанды. Итлақатин, өзі бір терминдары бар өзінің. Мысалы бүйтіп айтады: сахихун, хасанун сахих, немесе мынақта келгендей хасанун ғариб деп келеді. Бұл термин тек қана өзі ғана қолданған, бұны басқа ғалымдар қолданмаған. Және бұл терминінде негізі Ибн Хаджар сияқты үлкен ғұламалар бұны шейх Адхам келтіріп жатыр. 4 пікір бар дейді осы кісінің осы терминдерін түсінуде. Сол 4 пікірдің ішінде ең асах уал муътамад дейді, ең маңыздысы, ең раджихы. Мысалы, бүйтіп айтса, хасан сахих деп айтса, хасан сахих дегенде 4 пікір бар. Ең сахиха, ең раджихы бұл сахихпен бірдей дейді. Яғни хасан сахих деген сөзі осы истилахы ол кісінің. Бұл кәдімгі мұхадистердің көзқарасында сахихпен тең дейді. Түсінікті ме? Юсауи ас-сахих дейді. Бұл кісі өзі сондай итлақ, мұсалахат уа ауса, негізі осы жерде уа ауса фән болу керек, Аллаху а'лам. Өйткені иттахуда деген бұл маф'ул малатын не ғой? Итлақатин, бұл бір маф'ул, және уа харфат, уа ауса фән, соған итлақатинға негізі мансуб болу керек, Аллаху а'лам. Өйткені Құранда иттахуда илахаху хаваху деп келеді ғой, бір емес, екі маф'ул
қылып тұр ол жерде, яғни өзінің құдайын хауасы қылып алды. Алал ахадис, яғни ол кісінің өзі хадистерге өзі итлақоттар, жеке хос итлақоттар бар өзінің. Ихталафал уламау фи фахми мақасидиха, сол истилахын, о кісінің Термидидің истилахын түсінуде, мақсатын түсінуде ғалымдар ихтилаф қылған. Ва ма'рифати ма'наха ва мармаха, марма мағна мағнасы екеуі бір. Кақаулихим, сал о кісі бүйтіп айтады хадисінде, хасанун сахих деп айтады, немесе хасанун ғориб деп айтады, немесе хасанун сахихун ғориб деп айтады. Мысалы, қызық. Хасанун лайса иснадуху бизаликал қаим, осындай да осындай, о кісінің терминдері бар өзі. Я. Енді ва тафсилу маани ва идаху марами хадихил аусаф, осы аусафтардың, осы мағыналардың егжей-тегжейлі білгің келсе дейді, лайса махаллуха хадал китаб, бұл ол нәрсені ашықтайтын кітап емес бұл дейді. Вақода, бәлкім бұл кісі автор айтып жатыр, шейх Абдул Мунайм, басатна тафсила залика фи шархина, біз бұның тафсилін өзімнің кітабымда, жаңағы муқиза, имам Захабидің муқиза деген кітабы бар, соған шарх жазған бұл кісі, сол шархымда терең кеңінен жаздым дейді. Және мына кітабында да уәл хасан фи мизанил ихтижаж деген кітабында тоже кеңінен келтірген екен. Так, осы бітіре салайық, иә? Вақода уасафал ба'ду, кейбір кісілер, кейбір ғалымдар имам Термизиді ат-Термизия бит-тасахул. Имам Термизиді жаңағы бір хадистерге жеңіл қарайды, үкімді жеңіл береді деген сияқты сондай бір тасахулмен нақд қылғандар бар. Бірақ ол кісі мына автор айтып жатыр, уахуа аля хилафи залик. Бірақ бұл кісі ондай емес, бұл кісі бәлкім дақиқ дейді. Бұл кісі өте мықты дейді. Жаңағы өте шебер дейді хадисте. Кама байяннаху фи гайри мауди'. Біз оны көптеген жерде баяндадық дейді оны. Ва китабуху хаза, мына кітабы, яғни осы жаңағы Жами'у Термизи, Жами'у аль-Кабир, Жами'у аль-Кабир, осы кітабы дейді. Мин анфа'ил кутуб алал итлақ. Жалпы айтқанда ең пайдалы кітаптардан дейді. Фажазахуллаху анил муслимина, мұсылмандардың атынан Аллах тағала оған өте көркем сый берсін. Ва рахимахуллаху та'ала, Аллах рахмына алсын дейді. نعم تاوخي السقوات سنن النسائي إمام نسائي بن سنن اللي هو السنن ده بترب سيخ بمسيا مرتبا تقتنس إن شاء الله. ومصنفها هو أحمد ابن شعيب ابن علي بن سنان ابن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن النسائي وسننه فيها الصحيح والضعيف والشديد الضعف. Бұл кісінің сунанында сахих бар, даиф бар, тіпті жаңағы қатты даифтар да бар, иә? Ва ахтаа ман атлаqa as-sihhata alayhi. Ол кісінің кітабына сахих деген атау берген адамдар қателесті дейді. Автор айтып жатыр. Ол кісінің кітабына сахих деп біз не айта алмаймыз дейді. Сахихун насаи деген сияқты онда айтылмайды дейді. Ва лаху ибаратун, сол автордың жаңағы имамның несі бар, ибараты бар, аля бa'd al-ahadith, кейбір хадистерге يقصر عن إطلاقها كل أحد إلا من آتاه الله العلم والمعرفة. кейбір хадистерге неғылған дейді, бұл кісінің ибарат, кейбір хадистерге жаңағы ибараты бар. Ол ибарат, ол сөзді былайша айтқан кезде өте бір мықты адамдар ғана айтпаса, ол бұл, яғни осы автор сияқты мықты кісілер айтпаса, анау мынау адамның шамасы келмейді. Уалаху каламун фил илал, және бұл, яғни сондай мықты хадистердің терең бір хикметін баяндауы мүмкін, немесе хадистер жайында керемет нелер сөйлейді да, өшім. Ол тек Аллах тағала ілім берген ғана, мағрифа берген ғана адамдар ғана солай оны итлақ қылып сөйлей алады дейді хадистерге. Анау мынау адамның, анау мынау ғалымның қолынан келмейтін нәрсені өзінің сол кітабында баяндап кеткен дейді. Уалаху каламун фил илал. Ол кісі сол хадистердің илла жайында сөйлеген сол кітабында. Уахтилаф ал-вужух, неше түрлі ихтилафтарды тоже соның түрлерін келтірген. Хия мин ас-сунан,
кәл-жауһари минал айқт. Ол сондай жауһардай өте қымбат, өте пайдалы кітаптардан деп айтады. Түсінікті? Уа сунанун насаи иза утлиқат. Егер имам Насаидің сунаны деп айтылса, жалпы мұтлақ айтылса, онда урида биха мақсат етіледі сунану әл-муджтана деп тұр мына жерде. Негізі Аллаху алам муджтаба. Шейх Адхам айтқандай, былай қарастырған кезде муджтаба деп тұрады. Сунану муджтаба бұл кім? Имам Насаидікі. Осы көзделеді. Демек, уахия суғра лил имам Насаи. Имам Насаидің суғра, сунан суғра ва сунан кубра деген екі сунаны бар. Енді сунан Насаи десе, бірден несі түсініледі автоматически? Сунанул муджтаба түсініледі. Фа инна лаху, сол имам Насаидің сунан кубра деген тоже кітабы бар. Вал муджтаба деп тұрған жерде, вал муджтаба лайсат мин ихтисари тилмизихи ибни ас-сунни. Енді кейбіреулер шатастырады. Сол муджтаба деген сол имам Насаидің кітабын, бұл Ибн Сунни деген шәкірті бар кімнің? Имам Насаидің. Соның кітабы деп айтады. Жоқ, олай емес. Бәлкім бұл имам Насаидің өзінің кітабы. Шәкіртінікі емес. Міне кама заама баъду ахли ал-илм, кейбір ахли ал-илмдер солай деп ойлаған. Бірақ на самом деле олай емес. Бәлкім хия мин интиқаихи, ол өзінің сол таңдауы, ихтиярихи ва вадуихи, және өзінің жазған кітаптарынан. Аллаху а'лам. Алла жақсырақ білуші. Сунану ибн Маджах تايمس ومصنفها هو أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه الربعي القزويني. قزوين деген бұл қазір Ирандағы бір қала. Жалпы Бахрул Қозуин десе, жаңағы нені айтады ғой? Каспий. Негізі Қозуин, Бахрул Қозуин десе, Каспий теңіз деген сөз. Ва китабуху хаза нафиун. Бұл кісінің Ибн Маджах сунаны кітабы өте пайдалы. Илля аннаху алайда дун ал-хамсати, жаңағы 5 кітаптан төмен тұрады. Фил мартаба, рутбада, дәрежеде. Фафихи ададун кабирун мин ал-ахадифи даифа. Ол жерде көптеген даиф хадистер бар. Ва жумлатун мин ал-ахадифи ал-мавдуа. Кейбір аз болса да мавду хадистерде бар дейді. Нуктатун латифа. Қосымша айтылып кететін нәрсе. Иза қала ал-мухаддисун, егер мухаддистер في الحديث حديث بلاي دي بايتسا رواه الستة немесе أو أخرجه الستة دي بايتسا فيعنون بذلك واسم والله أنا مقصد كوزيت بأن الحديث والحديث مخرج في صحيح البخاري بخاري ده جيجن ديجن سنلت وصحيح مسلم مسلم ده جيجن وسناني أبي داود ده جيجن ديجن سوس وجامع الترمذي ده جيجن ديجن سوس والسناني النسائي ده جيجن ديجن سوس وسناني ابن ماجه وصل ده كيلجن ديجن سوس يعني رواه ستة деп айтып жатады ғой. Сол алтауында дейді. وإذا قال егер былай деп айтса رواه أو أخرجه الأربعة төртеу риуаят еткен десе, онда فيقصدون بذلك олардың мақсаты سنن أبي داود, أبو داود سنن көзейді бірінші, وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. Осы төртеуін көзейді. Муатта al-имам Малик, оны кейін оқимыз. Муатта деген мағынасы негізі жаңағы муатта деген иттифақ деген мағынасы бар ғой. Яғни бүкіл ғұламалар бұл кісінің кітабына былайша айтқан кезде сахихтар көп екендігіне, өте мықты екендігіне иттифақ қылған. Сосын муатта al-имам Малик деп айтады. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу